Пырақ заулаған қалпы пайғамбарды Құдыс қаласындағы Әл-Ақса мешітіне әкелді. Мешіт алдында қисапсыз періштелер пайғамбарды күтіп тұр екен. Оны салтанатпен қарсы алды. Пайғамбар мешіттің ішіне кірсе, іші құжынаған халық екен. Сол кезде Жебірейіл: «Бұлар сізден бұрын өмір кешкен 124 мың пайғамбар. Олар Алланың қалауымен шірімеген тәндеріне қайта кірді. Олар саған сәлем беріп, құшақтасып қауышуға жиналды», деді. Пайғамбарымыз қолын төсіне қойып, басын иіп олармен амандасты. Барлық пайғамбар: «Мұхаммед, сапарың оң болсын, миғраж құтты болсын. Бұл саған ғана нәсіп болған нығмет. Біз саған қызығып тұрмыз», деді. Мұхаммед пайғамбар бәрімен құшақтасып көрісті. Бір-бірінің мейір шуағына қанған соң, екі бас намаз оқуға ыңғайланды. Сол кезде жиналған жамағат: «Я Алланың сүйіктісі, бізге имам болыңыз, алға өтіңіз», деді. Мұхаммед пайғамбар: «Әке тұрып ұл сөйлегеннен бездеген. Алдында атам тұрғанда менің сап бастағаным әдепсіз болар. Имамдыққа бәріміздің атамыз Адам Сапиолла шықсын», деп сынықтық танытты. Сол кезде Адам ата: «Мен пейіште жүргенде тыйым салынған бидайдың дәнегін жеп, ұлық Алланың алдында ұятты болдым. Соның өкініші әліге дейін өзекті өртеп тұрады. Имамдық маған қол емес», деп кері шегінді. Пайғамбарымыз Нұхқа бұрылып: «Адамзаттың екінші атасы сізсіз. Топан судан кейінгі тіршілікті сіз жалғастырдыңыз. Онда имамдыққа сіз шығыңыз», деді. Нұх та кейін шегініп: «Мен сабырым сарқылып, өз жұртыма қарғыс айттым. Соның кесірінен елде алапат апат болды. Сол сабырсыздығыма әлі кезге дейін ұялам. Бұл жерде имамдыққа шығуға лайықты емеспін», деді. Пайғамбар Ыбырайымға бұрылып: «Сіз де Алланың сүйген құлысыз. Есіміңізді еркелетіп, Халиолла деп атаушы едік. Онда сіз шығыңыз», деді. Сол кезде ол: «Мен де өз заманымда ажар әйелімді аяқ ауыр кезінде айдалаға апарып тастаған едім. Сол қаттылығым үшін осы кезге дейін қысыламын», деп ол да михрабқа жақындамады. Кезек Жүніс пайғамбарға келді. Ол: «Мен мұсылман шаһарында еліме апат келгенде кемеге мініп, бас сауғалап кетіп қалдым. Сол үшін мені ұлық Алла жазалап, балықтың қарнына тықты. Имамдыққа лайықты емеспін», деп тартын шықтады. Пайғамбар оның қасында тұрған Жүсіпке бұрылған еді. Ол: «Мен әкеме ат үстінде сәлем беріп әдепсіздік көрсеттім. Сол үшін Алла мені жазалады. Денем 7 күнде шіріп кетті. Бүгін бәрі қабірдегі тәндеріне қосылғанда менің өз денем табылмады. Сіздің шарапатыңыздан ғана ұлық Алла мейірім шапағат етіп, менің денемді жаңадан сомдады», деп айыбын есіне алды. Сол кезде пайғамбар: «Әй Муса, ұлық Алламен тікелей тілдескен өзіңсің. Сол үшін елің еркелетіп Кәлимулла деп атады. Намазды сен бер», деді. Сол кезде Муса: «Мен ұлық Алланың дидарын елге көрсетем деп оңбай қателікке ұрынғам. Сол қылығым есіме түссе, әліге дейін қызарып кетем. Әй Мұхаммед, сенің дәрежең бәрімізден ұлық. Намазды сен бер. Біз саған ұйып намаздың ләззатын алайық», деді. Олардың арасында Дәуд пайғамбар да тұрған еді. Ол жезтаңдай әнші болатын. Құйқыл жұтып забур жырларын айтқанда тау-тас егіліп жылайтын. Аққан су, құтырған жел тоқтап қалатын. Ұшқан құс, жүгірген аңның бәрі елтіп тыңдап тұрушы еді. Сондықтан да Дәуд азан шақырып тәкбір айтты. 124 мың пайғамбар сапқа тұрып, Мұхаммед пайғамбарға ұйып намаз бастады. Бұған дейін бірде-бір пайғамбар құлшылықтан тап осылай ләззат алмаған екен. Барлығы балқып, ұлық Алланың мейірім шапағатына бөленді. Рахымды Құдай бұл намазды бірден қабыл етті. Мұхаммед пайғамбар намаздан соң ұлық Алладан үмбетінің жарқын болашағын тіледі. Құлшылық біткен соң Жәбірейіл періште: «Әй Мұхаммед, Алла сенің сынық мінезіңе риза болды. Әлбетте, Жаббар Хақ сенің дәрежеңді бәрінен артық етті. Егер көңілің өсіп, өзгелерді елемей имамдыққа бірден сұранып шыққаныңда, сапарың осы намазбен тәмам болар еді. Өзге пайғамбарлар да сенің бағыңмен таласпады. Ердің өзімен талассаң да, бағымен таласпа» деген. Ұлық Алла сол мінездері үшін олардың да намазын қабыл етті. Бұл Алланың жақсы көретін қасиеттерінің бірі, деді. Намаздан соң жиналған жамағат та, періштелер де Мұхаммедті қимай мекендеріне тарасты. Нағыз миғраж сапары енді басталды. Жебірейіл мен пайғамбар Пыраққа келді. Оның қасында қазандай қара тас жатыр екен.
пайғамбар оны басып пыраққа мінді. Осы сәтте Қаратас пайғамбардың оң табанына жабысып, бірге көтерілді. Пайғамбар түсінбей төменге қарады. Сол кезде Қаратас: «Әлем жаралғалы сізге басқыш ретінде қызметке жарау үшін мыңдаған жыл бойы тапжылмай күтіп жаттым. Бұл міндетті маған Алла әуелде жүктеген еді. Міндетімді адал атқардым. Енді мен де мекеніме қайтамын» деді. Жебірейіл періште тасқа оқты көзін қадап: «Әй Қаратас, әдепті бол. Пайғамбардың шылауына жармаспа. Алладан саған қайтуға әлі рұқсат жоқ. Қияметке дейін осында боласың. Қал!» деп бұйырды. Құдайдың құдіретімен сол сәтте Қаратас бос ауада қатып қалды. Бұл тас әлі күнге дейін Әл-Ақса мешітінің жанында қалықтап тұр екен деседі. Бірақ пайғамбарды мінгізіп алып көкке жүйткей жөнелді. Сол мезетте жеті қат көкке қарай інжу маржанмен безендірілген ғажайып бір жол пайда болды. Жолдың екі жағынан қойылған шамшырақтар самалдай сәуле шашты. Жолдың оң жағында 80 мың періште, сол жағында 80 мың періште Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айтып, ілесіп келе жатты. Бір кезде пайғамбар астындағы пырақтың мұңды кейіпте жылап келе жатқанын байқады. Ол пырақтың жалынынан сипап: «Әй пырақ, сен неге жылап келесің?» деді. Алланың құдіретімен пыраққа тіл бітіп: «Алланың сүйіктісі Мұхамбет, сендей асыл ерді алып шу бақытының маған нәсіп болғанына қуаныштан жылаймын. Бірақ бұл рахат сезімде бір сәтте өте шығарау деп қайғыдан жүрегім сыздап келеді. Мақшар таңында да сені үмбетіңнің алдында алып жүрсем деген арманым бар еді. Сол арманым орындалар мекен деп уайымдап келем» деді. Сол кезде пайғамбар: «Алла тілегімді берсе, мақшарда сені таңдадым. Еш алаң болма» деді. Пырақ. Мақшар таңында пырақ аттар өте көп болады. Барлық пайғамбарлар мен әулиелердің, салих, тақуа құлдардың бәріне пырақ ат беріледі. Сол кезде ең бірінші пырақ міну қызметі сізге бұйырады. Пырақ атаулының нашары жоқ. Бірінен бірі асып түсетін сұлуда сымбатты болады. Менен сұлу пырақтар болуы әбден мүмкін. Сол кезде сіздің назарыңызға ілінбей қаламын ба деп қорқамын, деп мұңын шақты. Сол кезде пайғамбарымыз: «Әй пырақ, маған деген ықыласың бір сәтке де кемімесін. Мен сені ықыласыңа қарап танимын. Шарты сол болсын» деді. Пырақ басын изеді де көңілі мейірленіп сала берді. Ол шабысына шабыс қосып, көзілеспес жылдамдықпен ұша жөнелді. Олар жеті қат көкпен жеті қат жерді жалғап тұрған ғажайып сатыға келді. Сатының бір жағы алтыннан, бір жағы күмістен екен. Тіреуіш қазықтары меруерттен жасалыпты. Саты мен періштелер жерден көкке, көктен жерге тынымсыз ағылуда. Өлген адамдардың рухтарын періштелер осы жерге жетектеп әкеп жинап жатыр. Оларды осы сатымен барзақ әлеміне әкетеді екен. Оларды жердегі жай адамдар көре алмайды. Жебірейіл пайғамбарға: «Бұл жеті қат көкке көтерілетін есік. Жер мен көктің шекарасы осы мекен» деді. Пайғамбар таңғажайып сатыны, оның күміс қақпаларын тамашалап тұрды. Бір кезде бір топ періштенің белгісіз рухтарды шынжырмен байлап, қамшымен айдап көкке қарай қинап алып бара жатқанын көрді. Олардың басы салбыраңқы, жүздері солғын екен. «Бұлар кімдер?» деп сұрайды пайғамбар. Сол кезде Жебірейіл: «Бұлар әлімсақ уәдесін ұмытқан рухтар. Алланың алдында қарар беті жоқ, бастары салбырап бара жатыр. Іштерін өкініш пен ұяттың оты өртейді. Жерде істеген күнәсіне көкте жауап береді. Періштелер оны таразы мизамға тартуға алып бара жатыр. Олар: тағы да қайта туылсақ бола ма? Біз енді туылсақ өмірде момын болар едік деп жалынып жатыр» деді. Пайғамбар осы сәтте: «Я Алла, менің үмбетімді де осындай ғапыл, күнәкар құлдардың қатарынан қылма» деп жалбарынды. Жебірейіл бірінші боп аспан әлемінің қақпасын ашты. Пайғамбар «Бісміллә» деп бірінші қат көктің босағасын аттады.